Бүгін мен Данияр және бәрін білемін каналы. Бүгін сіздермен Майнкрафт ойынына летсплей түсіретін боламыз. Және бүгін біз сіздерге танк жасауды көрсететін боламыз. Бұл танкының құрылысы өте қарапайым. Сіздерге көрсете кетейін. Бұны мысалы былай бір кнопканы басамыз. Одан соң біраз уақыттан кейін екіншісін басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жарылады. Және бұл осылай бір достарыңызбен атысып ойнауларыңызға болады. Бұл танкіні жасауды қазір сіздерге көрсетемін. Ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге өзіңіздің қалаған блогыңызды таңдайсыз. Мен осы алтын блокты таңдадым. Және үстіп бірінші астында фундамент жасап аламыз. Осылай көлемі мына жерге 3 блок жеткілікті. Мына жер 3 болуы керек. Одан көп болса тым қатты түсіп кетеді. Және түспей жатып жарылып кетеді. Ол онша қызық болмай қалады оны. Достармен осылай ойнаған қызығырақ деп ойлаймын. Өзім міне осылай жасап аламыз. Және осы жерге осы динамиктерді қоямыз. Мына жерге де, мына жерлерге де, мына жерге повторитель және золотой блоктарды осылай қоямыз. Мына жерге красный камендерді қоямыз. Осылай мына жерге кіргізіп осылай істейміз. Мына жерге повторитель қоямыз. Золотой блокты осылай мына жағынан әкелмесек, бұлай тоқ бармайды жанына. Және осылай тіркесінен тағы бір красный камен қоямыз. Осылай мына жерге 2 кнопка қойып қоямыз. Мені айтпақшы, бұл жерге су құюды ұмытпаңыздар. Әйтпесе су құймасаңыздар жасаған танкіңіз түбімен қопарылып кетеді. Су қатты жарылмайды. Судың ішінде динамит жарылмайды. Ал бастаймыз. Міне бірінші осыны басамыз. Арқасынан мынаны басамыз. Міне дайын. Сіздер осылай достарыңызбен немесе қалған серверлеріңізбен осылай атысып ойнауларыңызға болады. Сау болыңыздар достар. Видеоны лайк басыңыздар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Данияр және бәрін білемін каналы.